Әңгіме басталмас бұрын арнаға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. 70-ші жылдары бір туысқан ағамыз Целиноградта оқып жүріп, сол жақтың қызына үйленетін болды. Алғаш естігенде ата-анасы оған түбегейлі қарсы болған. Өйткені ол кезде оңтүстік пен солтүстік өңірдің салт-дәстүрі, тәлім-тәрбиесі, түсінігі, көзқарасы бәрі өзгеше болатын. Бірақ жаңа ағамыз алған бетінен қайтпай, ақыры сол қызға үйленді. Елге алып келген соң, амалы таусылған ата-анасын шағын етіп ауыл тойын жасап берді. Алайда жеңгеміз бір ауыз қазақша білмейтін болып шықты. Ал ауылдағылардың арасында орысша білетіні бірең-сараң ғана. Сондықтан ағамыз үйдегілер мен жеңгемнің арасында штаттан тілмәш болып жүрді. Ауылдың тіршілігін жалықтырса керек, бір аптадан соң жеңгеміз кетемінге басты. Шыны керек, ата мен шешем туысқан ағамыздың ата-анасы мен солай айтатынмын. Бір жолата кетсе екен деп тілеп жүрген. Олардың тілегі тез қабыл болды. Жеңгеміз жолға жиналды. Бірақ ағамызды ерте кетті. Сол кеткеніне мол кетті. Ағамыз араға 2 жыл салып, төбесін бір көрсеткен. Бірақ жеңгемізді Алла тағала содан кейін арадан 18 жыл өткеннен кейін ғана көруді жазған екен. 2 қызы бой жеткен соң, әкесінің ауылын көріп, туған туысымен танысқысы келіпті. Ағамыз бен жеңгеміздің ауылға келулеріне түрткі болғанда сол 2 қыз секілді. Бірақ ол кезде атам да, шешем де дүниеден өткен еді. Жеңгеміздің етегінен ұстап кеткен ағамыз ол кісілердің жерлеуіне де келмей, жамағайын адам сияқты телеграмға салған. Сол ағамыз ата-анасының басына Құран оқытып қайтпақ ниетпен бала-шағасын ертіп елге келді. Мазарат ауылдан 3-4 шақырым жерде. Облыс орталығынан келе жатқан жол бойына жақын маңда орын тепкен болатын. Әке-шешесінің басынан аттап кетпейін деді ме екен, әлде ата-анасының жерлеуіне келмеген қателігін кеш болса да түсінді ме екен. Алдымен ата-анасының қабіріне сәлем беріп, басына Құран оқуды ұйғарыпты. Такси жүргізушісінен өтініп, жол-жөнекей әке-шешесінің басына соғып, Құран оқытып келіпті. Алыстан келген қонақтың құрметіне дастархан жайылып, қасына туған туыс жиналды. Жиналғандар арасынан біреу әке-шешеңнің бейітін қалай таптың деп сұрады. Ағамыздың жауабын естігенде дастархан басында отырғандардың бәрі әруақ көргенде бір сәтке тілден қалып, үнсіз қатты да қалды. Оның себебі бар еді. Ағамның айтуынша, олар мінген таксист біздің ауылдың адамы емес екен. Сол себепті біздің ауылдың мазараты оған таныс емес. Атам мен шешемді танымайды. Сондықтан мазаратқа келген соң таксист көлігінде қалыпты. Жеңгеміз бен 2 қызда мазарат ішіне кіруге қорыққан көрінеді. Сонан соң ағамыз жалғыз өзі мазарат ішінен әке-шешесінің бейітін іздеуге кірісіпті. Бейіт басына қойылған тастарда қайтыс болған адамдардың аты-жөнін қарап біраз жүреді. Бір кезде анадай жердегі бір бейіттің басына Құран оқып отырған адамды байқайды. Бірден таниды. Өзімен бір сыныпта оқыған Әділ. Көптен көрмеген сыныптасын кездестірген ағам қатты қуанады. Жолы болды. Енді әке-шешесінің бейітін де табады, басына Құран оқитын да кісі табылды. Әділ деп айғайлайды. Бірақ Әділ жауап қатпайды. Естімеген болар деп қайта айғайлайды. Бірақ Әділ басын бұрмайды. Құран оқып отырған соң қарамайды ғой. Айғай салғаным әбес болған екен деп Әділдің қасына барады. Әділ ағамызды танымайтын кісіше суық қарсы алады. Әділ, мен Қадырханмын ғой, танымадың ба дейді. Бірақ Әділдің жүзінен жылылық байқалмайды. Маған реніші бар ма екен деп ойлаған ағамыз әңгімені көп созбай әке-шешесінің бейіті қай жерде екенін сұрайды. Әділ соңымнан ер дегенде ишара жасап алға қарай жүреді. Сәл жүрген соң Әділ қатар тұрған 2 бейіттің қасына келіп тоқтайды. Ол Қадырхан ағаның әкесі мен шешесінің бейіті екен. Ағамыз Әділден Құран оқуын сұрайды. Әділ тізерлеп отырып, даусын шығармай, ернін жыбырлатып Құран оқиды. Құран оқып болған соң Әділ орнынан тұрып ештеңе деместен кетіп қалыпты.
әділдің бұл қылығын түсінбеген ағамыз мынаның есі ауысқан ба деп ойлап күтіп тұрған таксиге келіп отырып ауылға келіпті. Ал енді дастархан басында отырғандардың әділ туралы айтқанын естігенде ағамыз кілден қайтты. Өйткені әділ жарты жыл бұрын қайтыс болған еді. Әке-шешесі, екі інісі мен қарындасы, 5 туысының бір мезетте көлік апатынан қайтыс болуы әділге қатты соққы болған. Туыстарын жер қойнына тапсырған соң әділдің жүйкесі сыр берген еді. Ол күнде туыстарының бейітінің басына баруды әдетке айналдырған. Мазараттан шықпайды, таңертең барып кешке қайтады. Сөйтіп жүріп, арадан 6 ай өткенде әділдің өзі де сол мазараттан мәңгілік орын тапты. Бұл әңгімені естігенде ағам сенер-сенбесін білмей, реңі оңып, мелшиіп отырып қалды. Ал жиналғандар болса, ағамның айтқанына сенер-сенбесін білмей дал болды. Біріне бірі шын ба, қалжыңдап отырған жоқсың ба деп сұраумен болды. Ертеңінде ағам ауыл молдасы мен 2-3 үлкен аталарымызды ертіп, әке-шешесінің басына арнайы барып, Құран оқып қайтты. Барған кісілерді кеше әділді кездестірген бейітке ертіп барған. Бейіт басындағы тасқа жазылған Әділ Әмірханұлы деген жазуды көргенде ағам есінен танып қала жаздапты. Сонда кеше кездестірген кісім әділдің әруағы болғаны ма деп молдадан мән-жайды сұрайды. Молда, ол әділдің әруағы, сенің әке-шешесінің бейітіне арнайы келіп, Құран оқытпақ ниетіңді құп көрген. Досың риза болған соң, оның әруағы саған жол көрсеткен дейді. Ағам молданың бұл айтқандарына сенер-сенбесін білмейді. Бірақ кешегі болған жағдайға түсінік таба алмайды. Сонан соң Темірхан аға әділ мен оның туыстарының басына Құран оқыпты. Сол күні Темірхан аға ата-анасына арнап ас берді. Құран оқыларда молдадан әділ мен оның туыстарын да қосуды сұрады. Одан кейін де Темірхан аға отбасымен ауылда тағы бір аптадай болып ауылына қайтты. Олар кеткен соң ауылда Темірхан ағаның мазараттан әділді көргені туралы әңгіме біраз уақытқа дейін тоқтаусыз айтылды. Біреулер ол расымен де әділдің әруағы болған десе, енді біреулер Темірханға елес көрінген десті. Баз біреулер ол Темірханның ойдан шығарғаны деп сенбеді. Бірақ Темірхан ағаға өтірік айтудың қажеті қанша? Алайда ол оқиғаға дәлел табу мүмкін емес. Десе де, Темірхан ағаның мазаратта қандай да бір тылсым күшке кез болғаны анық еді. Назарларыңызға рахмет. Қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.